Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге құймақтың жасалу жолын және ерекше етіп дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыңғайлы ыдысты дайындап, сосын 2 жұмыртқаны жарып, ыдысымызға саламыз. Үстінен бір үлкен қасықпен қант саламыз, одан кейін жарты шай қасық тұзды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сосын үстінен 150 грамм суымызды, одан кейін 350 грамм сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Алдымен ұнымыз бен содамызды араластырып алып, сосын електен азыздан өткізіп, венчикпен араластырамыз. Түйіршіктер қалып кетпес үшін жақсылап біркелкі араластыруымыз керек. Сосын үстінен 4 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Міне массамыз дайын болды. Ал енді қызып тұрған табаға аз-аздан құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Міне құймағымыз дайын болды. Түрі де, дәмі де өте керемет. Ал енді ортасына салмасын дайындаймыз. Алдымен бананның ортасынан кесіп аламыз. Ортасына өздеріңіздің қалауларыңызша жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Жеміс-жидегіміз дайын болды. Ал енді карамелін дайындаймыз. Алдымен қызып тұрған табаға майымызды салып, сосын үстінен қантымызды саламыз. Бірінші қантты салып, сосын майды сасаңыздар да болады. Сосын әбден еріген соң бананымызды салып, қуырып аламыз. Сосын екінші бетін аударып аламыз. Соңына қарай алмаларымызды қуырып аламыз. Ал енді құймағымыздың ортасына қуырылған жемістерімізді салып, әдемілеп, өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп, жақсылап орайсыздар. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!